الرحمن الرحيم. الدرس الرابع تورنش السواق. الكتاب مكتب. сөздіктер تقويم күнтізбе, خريطة, карта, رفيق, дос, талақ, білім алу, яғни білім алу, истимаа, тыңдау, истимаа лаху, оны тыңдады, таину, белгілеу, файз, жеңіске жетуші, тадиюн, кетіру, судан, босқа, халлун, шешу, сиры, өмір, мінез құлық, шарх, түсіндіру, мән, кім, хәкәзә, осылай, сондай, джаиз, джаиза, сыйлық. Каримун тилмизун сағирун синна. Карим жасы кішкентай оқушы. Уһуа валадун муаддабун жиддан. Ол өте әдепті бала. Яхаббул куттаб хуббан шадидан. Ол мектепті қатты жақсы көреді. Язхабу илайхи бакиран вала ятааххару ани дарси абадан. Оған ол ерте барады және сабақтан ешқашан кешікпейді. Уху муштахидун фи дурусихи касиран вала ял'абу илля фил вақти муаййини лиллаиб. Ол сабақтарында қатты ынталы және ойнамайды, тек қана ойынға белгіленген уақытта ғана ойнайды. ولذلك يحب معلمه أبواه وأقاربه وكل من يعرفه. Сондай-ақ ол оны мұғалімі жақсы көреді, әке-шешесі, туысқандары, барлық оны кім білсе жақсы көреді. الفصل الذي يتعلم فيه كريم حجرة غير كبيرة. Карим білім алатын сынып үлкен емес бөлме. يوجد فيها مقاعد للتلامذة ومكتب وكرسي للمعلم. Онда оқушылар үшін парталар бар, стол және орындық мұғалім үшін бар. ترى أمام المقاعد لوحة تباشر وفي الجدار ساعة وتقويم خرائط وعدة رسوم. Көресің алдында парталарды, бор тақтасын, сағат, жар сағатын, күнтізбені, картаны және бірнеше суретті. وفي هذه صورة نرى كريما ورفقاءه جالسين على المقاعد. Бұл суретте көреміз Каримді, оның партада отырған достарын. والمعلم واقف أمامهم. Мұғалім олардың алдында тұрып тұр. وهم يتلقون الآن منه درس الحساب. Олар білім алып жатыр қазір есеп сабағынан. انظر كيف يستمعون لمعلمهم برغبة شديدة. Қара, олар мұғалімдерін қандай бір ықыласпен тыңдап жатыр, қызығушылықпен. مرة أعطاهم المعلم مسألة صعبة من الحساب. Бірде берді оларға мұғалімі бір қиын есептен бір қиын мәселені. وعد الفائز بجائزة وعين اليوم الامتحان. Yani уәде етті сыйлыққа, уәде етті жеңушіге сыйлықты емтихан күні, белгіленген емтихан күнінде. فأما الكريم فلم يضيع وقته سدى بل صرفه إلى حل المسألة. Карим ол уақытын босқа өткізбеді, бәлкім сарптады мәселені шешуге. وأما البقية الأولاد فلم يجتهدوا مثل كريم. Ал қалған балалар әрекет қылмады Карим сияқты, ынталы болмады. بل صرفوا أكثر أوقاتهم إلى اللعب. Бәлкім олар сарптады уақыттарын көбірек ойынға. فلما جاء وقت الامتحان لم يقدر أحد على الشرح مسألة مثل كريم. Емтихан уақыты келген кезінде күш жетпеді біреуінің де мәселені шешуге Карим сияқты. فاستحسن المعلم سيرة الكريم ومدحه وأعطاه الجائزة. Сонда мұғалімі оны
мінезін жақсы көрді және мақтады оны, және оған сыйлық берді. فلم جاء كريم بجائزة إلى بيته سر به أبواه كثيرا واشترى له أبوه دراجة صغيرة. Карим келген кезінде сыйлықпен өзінің үйіне әке-шешесі қатты қуанды және сатып алып берді оған әкесі кішкентай велосипед. Осылай Карим жетті екі сыйлыққа. Төртінші тәмрин қазақша сөздерді арабшаға аудару. Сөзімді тыңда. Истами қаули, уақытыңды зая кеткізбе. لا ضيع وقته. لا ضيع судан وقته. Емтихан уақыты болды. يكون يوم الامتحان. өте қиын мәселені шештім. حللت مسألة صعب جدا. Біздің мектепте әлемдік карта және бірнеше суреттер бар. في الكتاب عالم الخرائط وعدة صورة. ойын белгіленген уақытта ғана ойна. العب فقط عين وقت للعب. бұл күнтізбе өте қымбат. هذا التقويم غالي جدا. емтиханда жоғары бағаға жетіп сыйлық алдым. في يوم الامتحان درجة أعلى أخذت جائزة. Абдулкарим әдепті ол. Абдулкарим валидун муаддаб. Ол мектепте өте жақсы көреді және барлық уақытын дәріске жұмсайды. هو يحب كتاب جدا. وكل وقت صرف دروسه.